Баршаңызға қайырлы күн, көрермендер. Бүгін үй жағдайында жараға мас жасауды көрсетемін. Жаралар әртүрлі болып келеді. Ол кесілген, сырылған, күйіп қалған, ойық жара, тесік жара болып, тағы басқа болып бөлінеді. Жаралар органдардың тұтастығы немесе шырышты қабығының тұтастығының бұзылуына айтылады. Жарақаттардан туындаған барлық жаралар кездейсоқ болып саналады. Олардың сипаттамасында міндетті түрде инфекция болады. Жарақат алғанда сырттағы жараларға инфекция түсірмеу үшін үй жағдайында жараның айналасын тазалап, оған мас жағу керек. Тез жазылатын маз түрімен танысамыз. Жараның кез келген түріне қолдануға болады. Оған бізге керекті заттар: спирт керек, азырақ, пенициллин керек, азырақ сұйық май, пипетка және ватный тампон керек. Енді жасаймыз. Пенициллинді аламыз, оны ашып аламыз. Оған сұйық майдан тамызамыз. Сөйтіп, палочкамен оны жақсылап араластырып аламыз. Міне, мазымыз дайын болды. Ондай қатты сұйықта емес, ағып кетпейді, кәдімгі маз сияқты. Енді осындай мақтаны алып аламыз. Сөйтіп, жараның айналасын жақсылап тазалап аламыз. Осылайынша тазалап алдық. Енді сол жерге осы мазымызды жақсылап жағамыз. Бұны бірнеше күн жағып қою керек. Сонда тез жарам жазылады және ұзаққа созылмайды. Сіздерге ем болсын. Егер де біздің видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де біздің каналымыздың әрі қарата дамуына сіздердің көмегіңіз болады.